Үште бірінші есеп берілген y тең x квадрат минус 6x қосу 5 және y тең 3x минус 3 түзу парабола мен түзудің қиылысу нүктелерінің координаталарын табыңдар дейді. Парабола мен y тең 3x минус 3 формуласымен берілген түзудің қиылысу нүктелерінің координаттарын табыңыз дейді. Біз бірінші парабола менен түзудің қиылысу нүктесін табу үшін x квадрат минус 6x қосу 5 тең 3x минус 3 деп парабола мен түзудің теңдеуін теңестіріп аламыз. Сонда бізде x квадрат минус 6x минус 3 екісіне мынау плюс 3x теңдіктің екінші жағына минус 3x болып барды. 5-тің өзі минус 3 плюс 3 болып барды, тең 0. Мына жақта теңдіктің сол жағында ештеңе қалған жоқ. Сонда x квадрат минус 9x қосу 8 тең 0 квадрат теңдеу шықты. Квадрат теңдеулерінің түбірлерін тапсақ, 1-де 8 болды. Осы 1-ді бірінші түзудің теңдеуіндегі x-тің орнына қойсақ, 3 көбейту 1 минус 3, y тең 0 болады. X-і 1-ге тең болғанда, y тең 0. Ол нүкте мынау тұр. Мынау қарамен сызылған y тең 3x минус 3 түзуі. Мұндағы минус 3 y өсінің бойында тұр. Y-ге 0 беріп едік, x-іміз минус 3 болды. X-ге 0 берсек, y минус 3 болады. Ол мынау тұр. Y-ге 0 берсек, x-іміз 1 болады. Окей. Y-ге 0 берген кезімізде x-іміз 1-ге тең болады. Мына тұр ғой. Мына нүкте ғой, x-і 1, y 0-ге тең болады нүкте. Ары қарай. Енді біз 1 бердік. 8 берген кезде x-і 8 болғанда, мына жер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 болғанда x-іміз жоғары жақтан 33 деген нүктеге қиылысады екен. Мына түзуменен мына парабола жоғары қарай тармақтар созылады ғой. Сол кезде түзуменен парабола қиылысады екі нүктеде. Бірінші нүктеден қиылысу нүктесін көрсеттік. Бізге есепте берілгенде графиктік тәсілінен талап етіп тұрған жоқ. Бірақ біз графиктік тәсілінен сіздерге графигінде көп көрсеттім. Функциялар теңестіру арқылы да x пен y-тің қандай нүктелерде қиылысатынын көрдік. Сонда мына жерде мына 1-де x-і 1-ге y 0-ге тең нүктеде парабола мен түзу қиылысып тұр. Оны мына жерден де көруге болады. X-і 1-ге мына 1-ді түзуге де апарып қойдық, параболаға да апарып қойдық. Параболадағы x-тің орнына қойып еді, x-тің орнына 1 қойып, 1-дің квадраты минус 6 көбейту плюс 1. Сонда мұнда x тең 1, x 1 болғанда y тең 0 болды. Параболағада да x-ге 1 қойғанда y 0-ге тең болды. Олай болса, x тең 1 жауабы болады. Жауабы x 1, y 0 нүктесінде қиылысып тұр. Бұл бірінші нүктесі. Мұнда 1 болды, 0 болды. Түзуге апарып қойғанымыз, мынау параболаға апарып қойғанымыз. Осы есептің екіншісінде, 3-те 1-ші есептің екіншісінде x квадрат қосу y квадрат тең 16 формуласымен берілген шеңбер мен y тең x қосу 4 формуласымен берілген түзудің қиылысу нүктелерінің координаттарын табыңдар дейді. Бірінші мына жерде радиусы 4-ге тең ғой. 4-тің квадраты 16, сондықтан біз радиусы 4-ге тең шеңбер сызып алдық. Енді y тең x қосу 4 түзуін саламыз. X-ге 0 берсек, y-іміз 4 болады. Y-ге 0 берсек, x-іміз минус 4 болады. Осы екі нүкте арқылы түзу жүргіземіз. Сонда көрініп тұр.
x 0, y 4 нүкте, x 0, x 0, y 4 нүктеде қиылысады. Мына нүктеде. Және x, y-ке 0 берсек, x-іміз -4. -4, 0 нүктесінде қиылысады. Енді мына жерде. Бұл үшіншісі балалар. X квадрат қосы y квадрат тең 25 қой. Бұл дегеніміз радиусы 5-ке тең шеңбердің теңдеуі. Осы шеңбермен y тең x квадрат плюс 5 параболасының қиылысу нүктелерінің координаттарын табыңдар дейді. X квадрат плюс 5 болса, парабола жоғары қарай бағытталады. Онда мына қиылысу нүктесі, мына бір қиылысқан нүктесі E нүктесі деп қоятын болсақ, E нүктесіміздің x 0-ге тең, y 5-ке тең. Ол 5 мынадан да көруге болады. Мынау 5-іміз бос мүше, парабола ғой. 5 дегеніміз y осының бойында болады. Бұл параболаның табаны, төбесінің координаты. Ал 25 дегеніміз 5-тің квадраты. Шеңберде осы нүктеден өтеді, параболада осыдан нүктеден өтеді. Олай болса суретте көріп отырғанымыздай, парабола менен шеңбер ем нүктесіне қиылысады. Оның координаты, ем нүктесінің координаты бізде x 0-ге, y 5-ке тең.